Бенджамин Франклин нақыл сөздері. Кеңеске құлақ аспайтын адамдарға көмектесу мүмкін емес. Қолғап киген мысық тышқан ұстай алмайды. Қызметкерлерді қадағаламау дегеніміз, оларға әмиянның аузын ашық қалдыру деген сөз. Ақтала білудің шебері басқа нәрсеге шорқақ болады. Көру жеңіл, болжау қиын. Күнделікті ізгіліктің 13 принципі: ұстамдылық, көп сөйлемеу, тәртіп, батылдық, әрекетшілдік, ашықтық, әділдік, құнттылық, сабырлылық, тазалық, байсалдылық, пәктік, қарапайымдылық. Егер сен өзіңе әрқашан жағынғанды қаласаң, онда өзіңе өзің жағымпаздан. Таңсәрінің аузында алтын бар. Шаршау ең жұмсақ жастық. Жалқаулық кез келген істі қиындатады. Егер қыздың кемшіліктерін білгіңіз келсе, оны құрбыларының алдында мақтаңыз. Кішкентай жау болмайды. Ғұмырыңды ұзартқың келсе, тамақты тарта іш. Өркөкіректер өзгелердің тәкаппарлығын жек көреді. Үздік ұстаз ғибратты үлгі. Еңбек бақыттың атасы. Көп адамдар 25 жасында-ақ өліп қалады, бірақ оларды 75 жасында жерлейді. Сені өзіңді өзің алдағаныңдай кім жиі алдайды? Бүгін істей алатын істі ертеңге қалдырма. Уақыт – ақша. Білімге салған инвестиция әрдайым үлкен пайда алып келеді. Өмірді сүйесің бе? Ендеше уақытыңды жоғалтпа.
Уақыт сенің өміріңнен құралған мата. Егер сіз жақсы болғыңыз келсе, әйеліңізден кеңес сұраңыз. Жомарт адам достарын ренжітпеу үшін бірнеше кемшіліктері болуы керек. Үш адал дос бар: кәрі әйел, кәрі ит және қолма-қол ақша. Сыншылар біздің достарымыз. Олар біздің қателіктерімізді көрсетеді. Ештеңе күтпейтін адам бақытты. Өйткені оның ешқашан ештеңеден көңілі қалмайды. Ең үлкен сұлулық, күш пен байлық шын мәнінде пайдасыз. Бірақ мейірімді жүрек әлемдегі барлық нәрседен асып түседі. Көру оңай, болжау қиын. Үйлену тойына дейін көзіңізді кеңірек ашық ұстаңыз, және үйленгеннен кейін көзіңізді жұмып жүріңіз. Кім үмітпен өмір сүрсе, аштықтан өлу қаупі бар. Кім артық зат сатып алса, соңында қажетті заттарды сатуға мәжбүр болады. Жалқаулық тот сияқты, ол жиі қолданғаннан гөрі тезірек коррозияға ұшырайды. Құрметті достар, егер осы видео сіздерге пайдалы болса, лайк қойып, пікіріңізді қалдыруға ұмытып кетпеңіз. Және де видеоның астындағы подписаться деген сөзді басып қойып, арнамызға жазылуға шақырамыз. Сіздермен бірге болған Білім ТВ арнасы және мен Гүлжанат Темірбай. Келесі кездескенше күн аман болсын.